өмірлік ойлар, болған оқиғалар. Мысалы, осы күнге дейін сізде өміріңізде болған, басыңыздан өткен оқиғалар жайлы тоқталатын боламыз. Мүмкін сіз ұмытып кеткен шығарсыз, мүмкін әлі есіңізде жүр, мүмкін қуанышпен еске аласыз, мүмкін еске алғыңыз келмейді. Осыған тоқталатын боламыз. Яғни, сіз сол кезде өзіңізді байқамаған шығарсыз, ол кезде сіз нені армандадыңыз, соған тоқталатын. Ең алғаш немесе есіңізде қалған, таң қалған сәтіңіз, басыңыздан қандай ең үлкен қиыншылықтарды өткіздіңіз. Мысалға, өз өмірімді өзім басқарамын, өзімді қалаған уақытта өзгерте аламын, маған әлеуметтік және өмірлік қағидалар аса әсер етпейді, мені жолдасымда түсінеді, түсінді, еш қиындықсыз, жаман әдеттерсіз қолдап жүр, психологияға оқымада кедергі емес, қарсы емес, өзіммен жұмыс жасауға, болашақта жоғары деңгейде көтерілуді бірге жоспарладық. Басқаларға да шын ниетіммен бөлісуге дайынмын деген сияқты айта аласыз ба, немесе керісінше өмірде ең үлкен қандай қателік жасадыңыз және одан қандай қорытындыға келдіңіз. Мысалы, болады ғой, мен қателіктерді тәжірибе деп қараймын, сол үшін ешқандай өкінішім жоқ. Егер сол қателіктерді жасамасам, дәл қазір осындай болмас едім деген сияқты. Мысалы, мен отбасылық өмірге келген кезде көп қиыншылықтар көрдім да, өзім шок алып, бұрын басқаша ойда болғам, сосын басқа ойда болдым. Қалай олай деп миым қорыта алмай, қиналып, мысалы, сол кезде қиыншылықтарға төзбестен, күреспестен, оңай ғана ата-анама кете салсам, артқа кете салсам, мен бұлай осындай күнге жетпес едім. Семьямды сақтап қала алмас едім деген сияқты. Мен сол қиыншылықтарға шыдағанымның арқасында осындай күнге жеттім. Өзіммен жұмыс жасап, ізденіп, білім алып, жеңіп өтуге барымша қиын болса да күресуге тырыстым деген сияқты. Сізде қандай осындай мысалыңыз бар да, мақтанатын? Басы қиыншылық, сосын соңы жетістік, жақсылық. Өткен өміріңізден қандай сабақ алдыңыз? Бақытты қарым-қатынастан іздеуге болмайды. Мысалы, біз отбасы құрғанға дейін барлығы бар, вроде ата-анамыз бар, үйіміз бар, қарнымыз тоқ, бірақ өзімізді жалғыз сезінетін, басқа тұрмыс құрған достарымызға қарап қызығамыз, неге менде сондай семья жоқ, ата-анаңа айтайын десең, оларға айта алмайсың, достарыңа айтайын десең, айта алмайсың. Сол сияқты отбасының қадірін түсінеміз де, сөйтіп қарым-қатынасты, бақытты болуды біз жолдасымыздан күтіп тұрмысқа шығамыз да, как будто біз тұрмыс құрсақ, отбасын құрсақ, біз бақытты, жанымыз тыныш, рахат өмірге кенелетіндей күй кешеміз. Әдемі өмірді біреумен қарым-қатынастан іздемеу керек. Мейлі ол жолдасың болсын, ата-анаң болсын, жаңағыдай кез келген құрбыларың немесе балаңнан күтіп, бірдеңе жасап, сосын ол сен көңіліңнен шықпаса, ренжудің қажеті жоқ. Сенің бақытты, бақытсыз болуыңа ешкімнің қатысы жоқ та, өзіңе байланысты. Бақыт ол сенің ішінде, өзіңді тыңдау, өзіңнің қалай айтса болады, өзіңмен өзің болу, ішкі даусыңды тыңдау дейді ғой. Сіз сондай дәрежеге жеттіңіз бе? Мысалға, басқаларға толық сенбей, қайтымына ештеңе күтпей, өз ішіңнен іздеу керек. Жаңа айтқанымдай, ешкімнен күтпеу керек та, өзің ішіңнен іздеу керек. Өміріңізде қандай әділетсіз жағдайлар орын алды? Мысалы, мен негізі ештеңеге өкінбеймін, бірақ бір но бар, кез келген история. Мысалға, мен ештеңеге өкінбеймін, бірақ осының бәрін кеш түсіндім. Неге ертерек түсінбедім, неге ертерек тұрмысқа шықпадым, неге ата-анамды или қасымдағыларды тыңдамадым деген өкініш болады менде. Ничего, кейін ойлаймын, ештен кеш жақсы, осы өміріме де шүкір,
кеш білсем да әйтеуір түсіндім ғой деген сияқты риза боламын. Осы сияқты сізде қандай өкініштеріңіз, ойларыңыз бар? Мысалға кезінде мен осындай болғым келген, соған түсе алмай қалдым, бірақ есесіне қазір өзіме ризамын деген сияқты қандай история бар сізде? Осы есіңізде қалған өткен историядан соң сіздің ең басты жеңісіңіз және жетістігіңіз: жаман әдеттерден, шылым шегуден бас тарттым, 8 килограмм артық салмақтан арылдым, жоғарғы білімсіз жақсы жерге жұмысқа орналастым, институт, машина, дом, ремонт, кез келген ойыңызға келген историяңызды айтсаңыз болады. Қызымды өзім босандым. Мысалға мен айтатын едім, қиыншылыққа шыдағанымнан ана болу бақытын көрдім, қызды болдым, ұлды болдым, балалы болып аналық сезімді сезіндім деген сияқты кез келген сондай жетістігіңіз, сол қиыншылықтың артында тұрған жетістігіңізді еске түсіру, жазу. Дәл қазіргі өміріңіз: үнемі немен айналысып жүрсіз? Үй шаруасы, оқу, жұмыс, тағы басқа. Дәл қазір сіз немен айналысасыз? Мүмкін жұмыстасыз, мүмкін сіз білім алып жүрген студент шығарсыз, мүмкін оқушы шығарсыз да. График не? Бір күндік өміріңізді қалай өтеді? Мысалға, таңғы уақытын бала күтімімен басталады, бір стақан су ішумен басталады, телефонда жаңалықтар қараумен басталады, 8-9-да таңғы ас дайындаумен басталады деген сияқты. Сондай қалай басталады, қалай аяқталады? Бір күн бойы сіз өзіңізге көңіліңіз тола ма? Қайда бар? Мүмкін таңнан кешке дейін жұмыстасыз, таңғы ас та ішпеймін, түк те жасамаймын, жұмысқа кеткеннен содан кеште қайтамын деген сияқты. Қайда бара жатырсыз? Өзіңізге ұнай ма? Өзіңізге осы өміріңіз ұнай ма деген ғой. Неден кеш қалдыңыз? Мүмкін сіз ештеңеден кеш қалмадыңыз, өз өміріңізге ризасыз, қанағаттанамын, ештеңеден кеш қалдым деп ойламаймын, магистратура бітірем, жұмысқа кірем деп жүріп, 27 жасында тұрмысқа шықтым. Сол кезде ойлаймын да, мен тұрмысқа шығудан кеш қалдым, балалы болудан кеш қалдым. Инстаграмды түсіне бастаған кезде елдің барлығы өсіп кеткен сияқты, мен ғана артта қалғандай сезімде болдым, үйде отырып қалған, сондай сезімде болдым да. Сол сияқты сіз кеш қалдым деп ойлайтынмын. Ал сізде қандай сондай ойлар болды ма? Сіздің осындай эксперт болуыңызға не алып келді? Мысалы, өз өміріңізден шынайы жағдайды айтып берсеңіз, мысалы, мен жолдасымен қарым-қатынасымды реттегім келді, менің білімім өзіме деген сенімділігімді арттыруға әсер етеді, өз-өзіме кез келген уақытта білім алуға, басқа да қалауларымды инвестиция жасауға жасай аламын. Мысалға, мен осы күрескеннің арқасында отбасымды сақтап қалғым келді, жолдасымен байланысымды жақсартқым келді, балаларға үлгілі ана болғым келді. Сол үшін іздендім, оқыдым. Осы оқуға, білімге, инвестицияға мен әрқашан өзімді жетілдіріп дамып отыруға ниетім күшті деген сияқты. Не болмаса, сіз қандай басқа болуы мүмкін? Мен үшін ең бастысы отбасым, жолдасым, ата-анам және бауырларым. Олар мен үшін фундамент. Мысалға, сізде отбасыңызда бір балаларыңыз Алла сақтасын ауырып жүрсе, или болмаса жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз нашар болса, не болмаса ата-анаңыз бар, или өмірден өткен, или араңыз жақсы емес, или өкпе ренішіңіз бар, сондай жағдайлар болса, мүмкін бауырларыңызбен онда сіз өсе алмайсыз, онда сіз жаныңыз жай таппай, тыныш емес болады да. Сол үшін олар біздің фундаменттеріміз, олар мен жағдайымыз, состояниеміз барлығы жақсы болған кезде
біз өсеміз, біз жүрегіміз тыныштала түседі. Біз сондай кезде уже оларға алаңдамаймыз, біз өз өмірімізді сүруге тырысамыз да. Сол сияқты бұл жайында да менде өте көп опыт тәжірибем бар. Оны отбасы деген немде айтатын боламын. Мен өзімді жетілдіру үшін медитация жасаймын, жаңағы қабілетімді шыңдау үшін тұлғалық қырымды таныған, ашқан маған ұнайды. Қазіргі жаңа мамандықтар бар ғой, барлығын жасап көруге, тексеріп көруге, өтіп көруге тырысамын. Сол сияқты сізге қызықты ма, айналада болып жатқан жағдайларға қарамай өмірдің мәнін тапқанын ұнатамын. Мысалға, проблема барлығында бар, проблема менде де бар, президентте де бар деген сияқты барлығымызда проблема бар ғой. Соған қарамастан сіз өз өміріңіздің мәнін тауып, сүйікті ісіңізді тауып, нағыз өмірден өз орныңызды тауып, ештеңеге қарамай алға күресіп келе жатқан жан болсаңыз, қуаныштымын. Болмасаңыз, әрекет жасаңыз. Бұл сабақ сіздерге мүмкіндік, босқа айтылып жатқан жоқ деп ойлаңыз. Алла не үшін мен осы сабаққа алып келді, значит маған үйрен, түсін деп тұр деген сияқты. Маған осылай кезінде шаг-шагымен көрсетіп, осыны жаса, бұлай жаса деген ешкім, қай сабақты оқысам да бұндай тапқан жоқпын. Сондықтан да бұл әрі жеке консультация, мүмкін жеке кеңес сияқты өзімнің шынайы жанашырлықпен түсірген видеоларым, сабақтарым да алғашқы бір адамға болсын пайдасына жарасын, көмегі тисін деген мақсатпен жасап отырмын. Пайдалы болсам қуаныштымын. Әрқашан қолдап жүріңіздер. Бұдан да жақсы сабақтар түсіріп, сіздерге пайдалы болуға тырысамын.